Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай песочный тестадан дайындалынатын, ішіне варенье немесе повидло қосуға болатын жеңіл оңай пирогты бірге дайындаймыз. Видеоны көрместен бұрын каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге меруерт, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бірінші ыдысымызға ұнымызды електен өткізіп, барлығын салып аламыз. Содан соң үстіне қопсықышымызды қосып, қасықпен араластырамыз. Енді сары майымызды күштен өткіземіз. Егер қамырыңыз күтірлеп тұрғанын қаласаңыз, онда салқын сары май алғаныңыз дұрыс, әрі сапасы да жоғары болғаны маңызды. Енді осылай қолымызбен, орысша айтқанда крошка дайындап шығамыз. Осы кезде тез істегендеріңіз дұрыс, себебі майларыңыз еріп кетуі мүмкін. Бізде міне дайын болды. Енді үстіне тұзымызды, сүтімізді, содан соң қантымызды салып, 1-2 жұмыртқамызды қосып, ақырын қасықпен араластырамыз. Қамыр болған жай араластырамыз. Қиындаған кезде қолымызбен қамыр жасаймыз. Дайын болған қамырымызға артығын қоспаңыз. Осындай жұмсақ болуы керек. Енді түлек салфанға алып, дастарханда 15 минутқа қалдырамыз. Қамырымызды алып, 2 бөлікке бөлеміз. Біреуін кішкентай, біреуін сәл үлкендеу қыламыз. Қамырымыздың үлкен бөлігін пергамент қағазында жаятын боламыз. Астына бетіне ұнымызды сеуіп, осылай оқтаумен жаямыз. Қамырымызды осылай дөңгелек етіп жайып шығамыз. Тегіс болып жайылған соң, кез келген қазанның немесе ыдыстың қақпағын алып, түп-түзу болып шығу үшін осылай із қалдырамыз. Содан соң қалған бөлігін осылай ұзын-ұзын етіп кесіп шығамыз. Енді пирогымызды түйіп бастаймыз. Әр жолақтарды бір-біріне X ретінде қаратамыз, бірақ ортасынан бір жолақты қалдырып отырамыз. Видеода көрсетілгендей етіп істесеңіздер, еш қиындығы жоқ. Түйіп болған соң осылай жабыстырып, жан жағын ортасын кеңейтсеңіздер болады. Пирогымызды бірден табамызға қойып аламыз. Бүгін мен пирогтың салмасына өрік дәммен повидло қосатын боламын. Сіздер кез келген джем немесе қарақаттың вареньясын қоссаңыз болады. Егер салмағыңыз сұйық болып тұрса, крахмалмен қоюландыруға болады. Осылай тегістеп жайып шығамыз. Қалған кішкентай қамырымызды жайып шығатын боламыз. Тақтайымызға қамырымыздың бетіне ұнымызды сеуіп, оқтаумен жаямыз. 4 бұрышты ұзындау пирогыңыздың бетіне сәйкес келетіндей етіп жайыңыздар, дөңгелек етіп қажет емес. Енді ұзын-ұзын етіп кесіп шығамыз. Кескен бөлігіңізді пирогтың бетіне жолақтар етіп осылай қойып шығамыз. Егер ұзын болып кетсе, үзе салсаңыз болады. Арасын қатты жақын қылмаңыз, алыстау қылсаңыз болады. Жолағымызды қойып болдық. Бізде бірақ қамырымыз артылып қалды. Барлығын біріктіреміз. Содан соң осылай созып шығамыз. Пирогтың сыртына аяқтай саламыз, осылай жабыстырып шығамыз. Бүгін пирогтың бетіне жұмыртқаның сарысына 2 тамшы сүтімізді қосып, осылай жағып шығамын. Шетінен бастап жағып, ортасына вареньемізге тиіп кетпей, ақырын жағамыз. Дайын болған пирогымызды 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіреміз. Пирогымыз қызарып пісті, иісі бөлмен алып кетті. Тіпті ішіндегі салмасымен мүлдем дәмді болды. Сондықтан
сіздер де жасап көріңіздер. Мүлдем ерекше, бұл сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Сондықтан видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Меруерт. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.